Ассаляму алейкум қыздар. Бүгін осындай сүзбелі сочник печеньесін дайындаймыз. Қамыры өте жұмсақ, нәзік, дәмі керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қажетті заттар: сармай, жұмыртқа, қант, ұнтақ, тұз, қаймақ, ұн және де қамыр қопсытқыш. Бөлме температурасындағы тұрған сармайға қантты ұнтақ және де кішкене тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Қант ұнтақ болмаған жағдайда қанттың өзін қолдансаңыздар да болады. Жақсылап араластырып алып, үстіне жұмыртқаны, қаймақты салып, тағы да бір келкі масса болғанша араластырамыз. Неге араластырып алдық. Енді үстіне ұн мен қамыр қопсытқышты електен өткізіп саламыз. Енді өте жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамыр осылай жұмсақ болуы керек. Қолдарыңызға қатты жабысқан жағдайда аз ғана мөлшерде ұн салсаңыздар болады, бірақ көп мөлшерде емес. Ұнды көп салып жесеңіздер, печенье піскенде қатты болып шығады. Қамырды таза пакетке салып, мұздатқышқа 1 сағат уақытқа қоямыз. Қамырдың мұздатқышта тұрғанына 1 сағат уақыт жақындағанда салмасын дайындаймыз. Творогқа жұмыртқаның сарысы, қант, ванильный сахар, менде кукурузный крахмал. Кукурузный крахмал болмаған жағдайда ұн қолдансаңыздар да болады, бірақ кукурузный крахмалмен дәмдірек болады. Қаймақты салып, жақсылап массаны араластырып аламыз. Творогтың құрғақ болғаны жақсы. Творог сулы болса, печеньелер дұрыс шықпайды. Қамырдың мұздатқышта тұрғанына 1 сағат уақыт өтті. Қамырды алып, ұнның көмегімен дөңгелектеп аламыз. Неге дөңгелектеп алдық. Енді осы қамырды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Менде 13 штук шықты. Осылай қолымызбен дөңгелектейміз. Неге барлық массаның бәрін осылай дөңгелектеп алып, бетіне пакет жауып қоямыз. Енді шетінен алып, қамырды орташа қалыңдықты жаямыз. Енді ортасына салмамызды салып, бетін жабамыз. Басқанды қатты баспаңыздар, кішкене ғана басыңқырасаңыздар болды. Неге осылай шықты. Қалған қамырдың барлығын осылай жасап шығамыз.
мінекей печеньелер дайын. Жұмыртқаның сарысына аз ғана сүт құйып араластырып печеньелердің бетіне жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минутта пісіріп аламыз. Печеньелер пісіп дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздар өте жұмсақ. Асты да қызарған әдемі. Бетіне қант ұнтақты септім. Қалауларыңызша сеппесеңіздер де болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.